75 жыл толды. Біз ата-бабаларымыздың арқасында осындай тәуелсіз ел болдық. Бүгінгі ұрпақ өзіміздің бейбіт өмірімізде, алаңсыз күлкімізде, тыныш ұйқымызда, тербелген тал бесіктің қуанышында отанды қорғаған аталарымыз бен әжелеріміздің мәңгілік үлесі тұрғанын ұмытпай, аталарымыздың ұрпаққа аманат етіп қалдырған ұлы жеңісін қадірлей білейік. К 75-летию Великой Победы над фашизмом мне хотелось бы преклонить голову перед ветеранами, а также солдатами, которые остались на поле боя. День Победы – это великий всенародный праздник, который мы встречаем со слезами на глазах. В День Победы мы отдаем честь и славу нашим героям, которые защищали Родину в те грозные и страшные времена. Так давайте же будем беречь наше мирное небо, окружать заботой и вниманием наших ветеранов. Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір. Хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қан шүйдің ұрлап адамын, қан шүйде сөніп қалды оттар. Көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарым келер деп, төрінен сайлап орынды. Батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолыңды. Көтерді ауыр жүк қанша, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының ішінде қалған ана жыл. Көгімді айтпай танимын деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетерсің, хабарсыз қалай ол тоқтар. Көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Жеңіс тебіренткен бар жанды, қуаныштан жанарлардан жастанды. Халқым аңсап күткен ізгі үмітпен, бейбіт күннің ұлы маршы басталды. Әр жүректе лаулап жатты алаулар, еріп түсіп мұз боп қатқан қыраулар. Қуаныштан көк атылған салюті, сүйіншілеп дабыл қаққан қоңыраулар. Қара бет боп тізе бүккен дұшпанның, көрмеу үшін бар адамзат ласқанын, жалауларын отқа жағып күл қылып, қандай әсем табанына басқанын. Асқақ ойнап отанымның киіміне, ер ұлдарым гүлден тәжі киінді, азаттық пен еркіндікті қорғаған, олар үшін бүкіл әлем иілді. Хусаинов Жумагали родился 20 ноября 1913 году. Воевал в составе 314-й стрелковой дивизии на Ленинградском Волоховском фронте в качестве рядового радиста. За время участия в боевых действиях был дважды ранен и отмечен медалями за отвагу, а также медалью за победу над Германией. За доблестный труд награжден орденом Ленина в 1981 году. Байжанов Умурзак Шамшитович родился в 1926 году в Северо-Казахстанской области, село Карагаш Ленинского района. В период Голощёкинской коллективизации семья Байжановых вынуждена была уехать в далекую Сибирь. В 1943 году, в свои 17 лет, Умурзак добровольно пошел воевать на фронт и был призван с города Новосибирска. Позже он был ранен в ногу на поле боя, после чего был отправлен в военный госпиталь и дислоцирован домой. Отмечен орденом Отечественной войны второй степени. Мой прадедушка Жангазинов Акау принимал участие в Великой Отечественной войне. Он был минометчиком, служил в первой роте 11-го стрелкового полка. Мой прадедушка побывал на территории таких государств, как Латвия, Россия, Украина, Финляндия, Польша, Венгрия, Австрия. Также мой дедушка принимал участие в оборонительных действиях на Заполярье Советского Союза.
за что и был представлен к награде медаль за защиту советского Заполярья. Также мой дедушка был награжден знаком отличия второй степени в Великой Отечественной войны. Благодаря их великому подвигу сегодня мы живем под мирным небом. Их великий подвиг всегда останется в наших сердцах и истории. Никто не забыт, ничто не забыто.